sen oyun dep oylama, kızıklardan geç kalma. Oyununda sonu var. Ensinlerimiz en çıkan topumuz podcast. Hey! Sıraylıcı. Yeah, 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 podcast. Oynayıpız. Alga dostum tek alga, kızıklardan geç kalma. Topumuz podcast. Hey! Podcast. Жоқ, мына жерде еңкеюің керек. Солға бұрыл. Енді секір. Ой, ұр оны, ұр. Ойнай алмайсың. Жоқ, бұл ойын қиын ғой. Бәрібір сен жаңа ойыншы сияқты ойнайсың. Ал өзің қалай ойнайтыныңды көрсетші, Қанеке. Көрсет. Жарайды, міне, бұлай. Бұлай. Осылай. Ятай. Ей, сен соның маған не сыйлағанын қара. Неткен керемет. Я, білем. О, Сензо, сен кереметсің. Сен бейне ойындардың ең көркем ханзадасың. Қыздар, сендер өзі қызықсыңдар. Сен сияқты қытымырдың маған ешқашанда сыйлық бермейтініне сенімдімін. Ей, біріншіден мен қытымыр емеспін. Мен жай ғана достықты ақшаға сатып алмаймын. Түсінемісің? Маған ешкім ешқашан сыйлық бермеген. Менің достығым жайында ешкім ойламайды. Мен ешкім жақсы көрмейді. Оқ, жылама. Мен саған сыйлық сатып алып берем. Шынымен бе? Әрине, бұрын еш жерден көрмеген затыңды аласың. Оның жанында Сензо берген сыйлық шіріген жапырақ сияқты болып қалады. О, солай ма? Көрерміз оны. Бекер бұлай айттым. Менде тіпті сағыз алуға да ақша жоқ. Тәп. Ей, Сензо, маған көмегің керек. Не болып жатыр? Сен сонша көп ақшаны қалай тауып жатқаныңды айтшы. Мен айтатын түгі жоқ. Мен жай ғана жақсы ойыншымын. 1000 алтынға көйлек алғаныңа қарағанда бір құпия ісіңнің бары анық. Жоқ. Көріскенше. Кетуім керек. Нинза! Ох, осында екенсің ғой. Дайынсың ба? Я, мәссаған. Ол басқа мен расында ойнайды екен ғой. Ол жаңаларға көмектесіп ақша алып жүрме? Алақай шүш кезең. Үлкен рахмет. Оқасы жоқ. Ол шынымен де ақша үшін ереже бұзып жүрме? Мәссаған, мен саған көрсетемін. Мимо маған не сыйлайды деп ойлайсың? Сиқырлы таяқша ма? Әлде от шашатын арқан алқасы ма екен, а? Жарайды, мен де жаңа ойыншы табайын. Ақшасын алып галаға сый берем. Вау, мен Мимо жоғарғы кезеңдердің жеңімпазымын. Мен барлық жаңа ойыншыларға өз көмегімді 1000 алтынға ұсынам. Онда 950 алтын тиын. 800. 700. 600. 606 тиынға кез келгеніңе көмектесем. 500 ба? 500. 306 тиын, келжесің бе? Жарайды, 300-ге келістік. Тамаша. 5-ші кезең. Немесе, ол не береді деп ойлайсың? Білмеймін. 25-ші кезеңдегі ханшайымның көйлегі ме? Күлгін түсті ең әдемісін. Я. Мені тыңда, бұл оп-оңай. Тролльдің артына барып, қылышпен ұрасың. Содан кейін маған қарай қашасың. Мен оны өлтіремін, ал жеңіс сенікі болады. Тамаша, кеттік. Көзіңе қара. Басын демес. Неткен. Алға. Қайта бар. Келесі кезеңге бүгін өтесің бе?
Ал енді келесі кезеңге өтеміз. Міне, осылай істеу керек. Не болды? Үндемей қалыпсың ғой. Си туралы ойдауды қойдың ба? Жоқ, мен мамаға сыйлайтын заттардың тізімін жасап отырмын. Ештеңе ұмытпаған шығармын. Оқығың келе ме? Көрсетесің бе? Негізінде жоқ. Жарайды, мұнда олар көп. Сен оларға мына жолмен бара аласың. Ал мен оларға арт жағынан барам. Түсіндің бе? Иә, түсіндім. Дайындал! Жаңа ойыншылар, қалайсыңдар? Жаңа ойыншылар, қалайсыңдар? Иә, жап-жаңа ойыншылар. Кетуіміз керек. Әлде жинайтын бонустар бар. Ол менің ашуыма тиіп жатыр. Мұнда! Алға! Алға! Бұл не тағы? Енді кім жаңа ойыншы? Жарайды. Жарысам десең жарысайық. Алға! Тасты орнына сал. Жаманы сол, таңғаларлық емес. Жарайды. Жақсы күн, ихо. Жеңілдіңдер ме? Қара торғай ұшады. Он екінші кезең. Базука, бұл ойынға сәйкес келмейді ғой. Жарыстың аты жарыс. Сәлем бердік. Мен осы ойынның инспекторымын. Ойын барысында ереже бұзушылықтың болғанын байқадым. Ол сендер емессіңдер ме? Жоқ, әрине, инспектор. Әрине жоқ. Ескертем, үнемі бақылаудасыңдар. Белла, не болды? Не? Сен ұйықтап жатырсың ба? Ояндым. Олардың кеткеніне көп болды, не істеп жүр деп ойлаймын. Джеронимо! Бандай! Ол мен емес. Астала вистала бейби. Не деген? Дайынсың ба? Тағы сенде, робот менің идеям еді ғой. Не дедің жаңа ойыншы? Немде? Сөзіңді қайтып ал. Жаңа ойыншы, жаңа ойыншы, жаңа ойыншы. Бізді ұмытып кеткен бе деп қалдым. Өзіңе қажетті алдың ба? Солай сияқты. Қалжыңың шығар, мен арманымдағы жеңіске қол жеткіздім ғой. Ал менің әлі өтетін кезеңдерім көп. Қаласаң саған көмектесейін. Әр кезеңге 200 алтын тиын. Келістік. Тоқта, нені? Біздің жаңа ойыншыларымыз қайда? Тролль елінде қайдағы трансформерлер. Сендер айып төлеулерің керек. Оның бізді ойыннан шығарып жібергеніне сене алар емес. Сонымен қоса, барлық алтынымызды да алды. Енді қалаға не берем? Білмеймін. Байғұс қызға не бересің? Сонымен, менің сыйлығым қайда? Міне. Гүл ме? Сенің тамаша сыйлығың осы ма? Гүлдер. Неткен ғажап. Жарайды, алайын. Жаңа ойыншылар деп ойынға жаңадан қосылғандарды айтамыз. Мектеп табалдырығын енді ғана аттаған баланың әліппемен танысуындай. Оларда мұнда алдымен ойын ережелерімен танысады және тәжірибе жинайды. Ойынға қатысушылар 3 топқа бөлінеді. Біріншісі, осы ойынның қыр-сырына әбден қаныққан кәсіби ойыншылар. Екінші топтағылар ойынды жаңадан бастаушылар. Үшінші топтың адамдары ойынға қызығушылығы бар, бірақ қабілеті жоқ адамдар. Бірақ осы 3 топтың адамдарын бірден айыру оңай емес. Ойынға қабілетсіздер өздерін ақылдымыз деп санап, кәсіби ойыншылар секілді көрінгісі келеді. Сондықтан оларды көп адам шатастырып алуы мүмкін. Қабілетсіздер көбіне шыдамсыз ойыншылар және ауырдың асты, жеңілдің үстімен жүруге ұмтылады. Олардың мақсаты жеңімпаздарға берілетін бағалы заттарды алу. Бірақ соған қарамастан бейне ойындарға қабілетсіз адамдарды ешкімде ұнатпайды. Ешкімде.
Жаңа би билесеңіздермен қосау. Биз биін билесең кел биле оны. Мен сені билетем, билеп ән шырқайық, эфир сияқты. Кел биле. Кел биле. Жаңа би билесеңіздермен қосау. Биз биін билесең кел биле оны. Мен сені билетем, билеп ән шырқайық, эфир сияқты. Кел биле. Кел биле. Эфир сияқты. Кел биле. Эфир сияқты. Кел биле. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Казмедиа Мобайл.